Қазақта аңыздар көп, және бүгін жалғыз аяқты кемпір аңызын айтып беремін. Ол жын-шайтан, сиқыршы кемпірлер жайлы аңыз. Баяғыда ауылда бір жалғыз тұратын кемпір болыпты. Ол ешкіммен сөйлеспейтін, түнде ғана сыртқа шығатын, ал күндіз үйінде отыратын. Ауылда адамдар оны жын-шайтанмен байланысы бар деп күдіктенген. Бір күні ауылда бірнеше адам жұмбақ жағдайда қайтыс бола бастайды. Куәгер марқұмдар өлмей тұрып бір аяқты нәрсенің олардың үйінің маңынан жүргенін айтыпты. Біреулер бұл жалғыз аяқ кемпірдің ісі деп санайды. Себебі ол жоғалып кеткеннен кейін бұл құбылыс басталған. Ауылдың бір жігіті мұның рас өтірігін тексермек болып, түн ішінде жалғыз жүріп көруге бел буады. Ол қылышын алып кемпірдің бұрынғы үйіне барады. Үй қаңырап бос тұр, бірақ ішінен күбірлеген дыбыстар естіледі. Жігіт жақындағанда қараңғыда бір нәрсе секіріп түскендей болады. Қарсы алдында бір аяқты кемпір тұр. Оның жалғыз аяғы жерге тиген сайын шоқ шашады, ал көзі қан қызыл болып жанып тұр. Кемпір жігітке қарап: "Менің тыныштығымды бұздың, енді сенің де жалғыз аяғың болады" деп айғайлайды. Жігіт қылышын сілтемек болғанда аяғы істемей қалады. Ол қашуға тырысқанмен қозғала алмайды. Кемпір оған қарай секіріп қолын созғанда жігіт есінен танып құлап түседі. Таңертең ауыл адамдары оның үйінің алдында жатқан жерінен тауып алады. Ол сөйлей алмай қалған, тек көзі шарасынан шығып кеткен күйде бірне күйге қарап отыра берген. Көп ұзамай аяқ кеуіп қарайып түсіп қалған дейді. Содан бері түнде жалғыз аяқты кемпір ауыл маңында жүреді деген үрей тарайды. Кейбіреулер түн ішінде жалғыз жүрсе шоқ шашып секіріп жүрген нәрсені көрген.